Жобамыздың тағы бір қызметі ол ауладағы шамды басқару. Ауладағы шамды басқару үшін мен екі түрлі сенсорды пайдаландым. Бірінші фоторезистор. Фоторезистор мына үйдің ішінде орналасқан. Бұл не үшін үйдің ішіне орналастырғанды қазір айтам. Екінші мына инфрақызыл сенсор. Мына ауладағы шам жану үшін екі шарт орындалу керек. Бірінші қараңғы болу керек. Екінші мына инфрақызыл сәуле, инфрақызыл сенсор адамды көру керек. Қазір үйдің іші мына төбесі жабық тұрған соң, үйдің ішіне жарық түсіп тұрған жоқ, қараңғы, бірінші шарт орындалып тұр. Мына инфрақызыл сәуле сенсор мені көріп тұр. Яғни екі шарт орындалып тұрған соң мына жарық шамдар жанып тұр. Қазір мына нені үйдің төбесін алсам, үйге жарық түседі, мына жердегі жарық сөнеді. Күн тәуліктің жарық кезі екен деп ойлайды, жарық сөнеді. Міне, айтқанымдай жарық сөнді. Енді фоторезистормен таныстырайын. Міне фоторезистор. Мына тұрған фоторезисторды мен қазір қолмен көлеңкелеп жарық түсуін тоқтатсам, міне ауладағы жарық жанды. Бұл жерде екі шарттың екеуі де орындалып тұр. Фоторезистор тәуліктің қараңғы кезі деп ойлап тұр, және инфрақызыл сенсор мені көріп тұр, адамды көріп тұр. Сол кезде ауланың шамы жанады. Енді мен қазір қолымды жіберіп қойсам, фоторезисторге жарық сәулелері түседі. Сонан соң ауладағы, даже мені көріп тұрса да, ауладағы шамды сөндіріп тастады. Бұл енді электр қуатын үнемдеу үшін ыңғайлы.